475 есептің біріншісін шығарайық. 3/126 көбейтілген минус 10. X-тің орнына минус 10 санын көбейтеміз. Көбейтетін болсақ, нәтижесі тең болады. Минус 32/6-ға тең болады екен. Бірі оң сан, бірі теріс сан көбейтсек, бізде теріс сан шығады. Екіншісі 11-2 көбейтілген x-іміз минус 13 қосылған 2 тең 11-2 көбейтілген минус 11 саны тең 11 мен 11-ді қысқартып жіберетін болсақ, минус 2-ге тең болады екен. Келесі үшінші есебіміз минус 0,8 көбейтілген минус 10 көбейтілген y-іміз минус 0,15-ге тең екен. Так, көбейтетін болсақ 8, 8-ді 0,15-ге көбейтетін болсақ 4-ге тең болады. Таңбасы минус болады екен. Келесі төртіншісі минус 4-3 көбейтілген 5 азайтылған 13 тең минус 4-3 көбейтілген минус 8 тең. Қысқартып жіберетін болсақ 2-ге тең. 2 теріс санды көбейтетін болсақ 10 сан шығады. Сонда 6-ға тең болады екен. Келесі 476 есептің біріншісін шығарайық. 3a көбейтілген минус 8 тең. 3 пен минус 8-ді көбейтетін болсақ, минус 24-ге тең. Аның өзін жазамыз. Келесі екіншісі минус 5 көбейтілген 10-3v тең. 5 пен 10-ды қысқартып жіберетін болсақ, 2-ге тең болады. Сонда минус 2-3v. Ол дегеніміз минус 1,15v-ға тең десек болады екен. Келесі үшіншісі минус 7s көбейтілген минус 3d. Минус 7 мен минус 3-ті көбейтетін болсақ, 21-ге тең болады. S-ның өзін жазып қоямыз. Келесі төртіншісі минус 8s көбейтілген минус 4-3d-ға 8 мен 4-ті қысқартып жіберсек 2-ге тең болады. Минус 2-ні көбейтеміз минус 3-ге, нәтижесі 6-ға тең болады. 6 с-ның өзі тең екен. Келесі бесіншісі 10m көбейтілген минус 0,15n тең. 10 мен минус 0,15-ті көбейтетін болсақ, минус 5m-ге тең екен. Келесі алтыншысы минус 9m көбейтілген минус 3-2n тең. Қысқартып жіберетін болсақ, 3-ге тең болды. Көбейтетін болсақ, 6m-ге тең екен.